Баршаларыңызға сәлем, сіздермен бірге мен Диана. Менің арнама қош келдіңіздер. Менің арнама тіркеліп лайк басып және де комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ал қазір өте оңай, тез жасалатын тағам түрін жасаймыз. Ең алдымен қамырын дайындаймыз. Ол үшін ең алдымен таза ыдысқа ұнымызды илеушен өткізіп, оның үстінен сұйық май, тұз және де ыстық қайнаған суды құямыз. Араластыру үшін ең бірінші қасықпен араластырамыз, себебі ыстық су болып, қамырымыз ыстық болып тұрады. Кейін жақсылап тұрып қолмен илейміз. Ие қанған қамыр жасаймыз. Бір 5-7 минуттай илеп аласыздар. Дайын болған қамырымыздың үстін жауып, бір 30 минуттай тындырып қоямыз. Ал енді қамырымыздың ішіне салатын салмасын дайындаймыз. Ең алдымен пиязды жақсылап тазалап алып, оның сыртын жуып, осылай видеода көрсетілгендей етіп тураймыз. Және де бөлек тарелкаға салып қоямыз. Ал енді болгар бұрышын да кішірек кубик етіп турап аламыз. Достар, менің болгар бұрышты қалай сақтау керек екенін және де қандай тағам жасауға болатыны туралы видеом бар. Оны жоғарғы сілтемеге кіріп көрсеңіздер болады. Және де қалауынша қызанақты да осылай турап алсаңыздар болады. Және де көк жуаны да жақсылап осылай кішірейтіп етіп турап аламыз. Ал енді пешіміздің үстіне табаны қойып, оның үстіне сұйық майды құйып қыздырып аламыз. Және де тартылған етті салып, жақсылап тұрып қуырамыз. Оның үстіне жаңағы туралған көкөністерді саламыз. Дәміне қарай тұзын, бұрышын салып, жақсылап пісіріп аламыз. Дайын болған салманы тарелкаға, басқа ыдысқа салып, суытып аламыз. Ал енді қамырға көшейік. Ие қанған қамырды тағы да бір рет қолмен илеп аламыз. Және де ортасынан екіге бөлеміз. Әр бөлігін тағы да кішірек бөліктерге бөлеміз. Менде әр бөліктен 8 кішігірім қамырлар шықты. Енді әр қайсысын осылай домалатып аламыз. Енді дайын болған қамырларымызды жеке-жеке оқтаумен жақсылап тұрып жасамыз. Қатты жұқа, қатты қалың емес, орташа қалыңдықта 1 мм-дей етіп жаямыз. Және де ең алдымен екі қамырды жайып алған соң үстіне салмасын саламыз. Салмасын қатты көп етіп салмаймыз. Осылай 2 қасықтай салмасын салып, үстіне екінші қамырды жайып, жақсылап арасын қосамыз. Өйткені арасы ашылып кетпеуі керек. Осындай узор қылып жасасаңыздар да болады. Барлығы видеода көрсетілген. Ал енді пешіміздің үстіне табамызды қойып, оның үстіне сұйық майды құйып, қыздырып, жаңағы чебурекиларымызды салып, екі жағын жақсылап тұрып, қызарғанша пісіріп аламыз.
Осымен біздің тағамымыз дайын болды. Сіздерге ұнады деген сенімдемін. Маған лайк басып, комментарий жазып және де тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше сіздермен болған Диана. Сау болыңыздар.